Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз мені досыңмен таныстыршы. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздеріміз: әдемі, ұсқынсыз, арық, толық, ұзын, қысқа, тез, баяу. Ендігі тапсырма: суреттерге мұқият қара. Бұл ұсқынсыз ба, әдемі ме? Иә, әдемі. Ал бұл жігіт арық па, толық па? Дұрыс айтасың, арық. Ал бұл ұзын ба, қысқа ма? Иә, қысқа. Ал бұл жігіт тез бе, баяу ма? Дұрыс айтасың, тез. Ал бұл жігіт ұзын ба, қысқа ма? Дұрыс айтасың, ұзын. Ал бұл қыз тез бе, баяу ма? Иә, баяу. Ал бұл жігіт арық па, толық па? Дұрыс, толық. Ал бұл қыз әдемі ме, ұсқынсыз ба? Дұрыс, ұсқынсыз. Жаңа сөздерді қарама-қарсы мағынасымен сәйкестендір. Енді өзіңді тексер. Мәтінді мұқият тыңда. Менің досым. Менің досымның есімі Жанар. Екеуміз балабақшадан доспыз. Менің досым оқу озаты, мектепте үлгілі оқушы. Өзі бойы ұзын, әдемі, ақылды қыз. Мінезі сабырлы, байсалды. Үйінде бауырларына қамқор, ата-анасына көмекші. Ал енді мәтін бойынша мына сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыстығын анықтайық. Дана мен Жанар жан достар. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Олар екінші сыныптан бері дос. Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс, олар балабақшадан бері дос. Жанар бауырларына қамқор. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Өзіңді тексер. Менің досым оқу озаты, мектепте үлгілі оқушы. Өзі бойы ұзын, әдемі, ақылды қыз. Үйінде бауырларына қамқор, ата-анасына көмекші. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!